Қайырлы күн, арнама келген барша достар, бүгін товарға возврат жасайтын боламыз. Видеоны толық қарап каналға тіркеле кетіңіздер. Бұл бізде жеке кабинет. Мына жерде тұрған жазуды басатын болсаңыздар, бүкіл товарларымызды көруге болады. Кіреміз. Әрбір товардың астында жазулар көрсетілген. Ең бірінші тұрған мына қызыл жазу, ол подтверждение, яғни товарды алғанымды растаймын деген. Екінші мына жерде тұрған жазу логистиканы көру, а мына жазу ол возврат жасау батырмасы. Осыны басамыз. Мен қазір осы товарға возврат жасаймын. Возвратты каргоның Қытайдағы складына өтпей тұрып жасайсыздар, яғни доставкаға жіберілмей тұрып. Товар әдетте 10-15 сағат ішінде, ең көп дегенде 48 сағаттың ішінде Қазақстанға доставкаға жіберіледі. Сол уақытқа дейін сіздер возврат жасап үлгерулеріңіз қажет, яғни карго қабылдамай тұрып. Ең бірінші мына тұрған жазу ақшамды қайтарып алғым келеді, ол өзгеріссіз қалады. Екінші жазуды үстінен басамыз. Товарды қолыма алған жоқпын, екіншісі товарды алдым. Біріншісін таңдаймыз. Себебі товарды алмай тұрып возврат жасаймыз. Енді үшіншісі, қандай себеппен сіз возврат жасап жатырсыз? Осы жерді аударып алып, себебін таңдап қойсаңыздар болады. Сіздерге түсінікті болу үшін қазір аударып қарайық. Ең біріншісі ол енді оны қаламаймын, яғни алғым келмей қалды. Уақытылы жөнелтілмеді. Бақылау жазбасынсыз жедел жеткізу, яғни отслежкасы жоқ, сатылып кетті. Кей кезде аздаған мөлшерде товар шығарылатын болса, себебі Pinduoduo платформасында білесіздер, оптом сатылады товарлар. Онда товар қалмаған болса возврат жасайсыздар, немесе басқа себептер. Мен әдетте біріншісін таңдаймын, енді оны қаламаймын, яғни сатып алғым келмей қалды. Біріншісін қойдым себебін. Мына жерде товардың бағасы көрсетілген. Астына комментарий, өзіңіздің себебіңізді жазбаша жазуыңыз қажет. Жаңағы себепті копировать етіп қоя саламын. Сатып алғым келмей қалды. Фото. Егер товар қолыңызға түссе, онда фото жібересіздер. Біздің жағдайда ол қажет емес, өйткені товар қолымызда жоқ. Барлығы толтырылды. Енді қызыл батырманы басамыз. Товар возвратқа жөнелтілді. Pinduoduo әлі қабылдаған жоқ. Қазір төбесінде маған хабарламалар келіп жатыр. Сатушыға жөнелтілді, және де сіздің сұранысыңыз өңделіп жатыр деген хабарлама келіп түсті. Енді қайтадан возвратқа барайық. Сіздің возврат туралы өтініміңізді қабылдағаннан кейін мына жерде жасыл галочкалар пайда болады. Яғни сатушы қабылдады деп ары қарай ақшаңыз жіберілді. Алайда возврат жасағаннан кейін ақша бірден түспейді, ол картаңызға 2 күн, кей кезде 3 күннің ішінде түсуі мүмкін. Егер мына жерде барлық галочкалардың түгелі жасыл жанып, ақшаңыз жіберілген болса, алайда осы 3 күннің ішінде де ақшаңыз банк картасына түспесе, онда өзіңіздің банк бөлімшесіне жүгінуіңізге тура келеді. Енді мен басқа да возвраттарды көрсетейін сіздерге. Мына бір батырманы басатын болсақ, үстінен басамыз, біздің барлық возврат жасаған товарлар тұрады. Бір товардың үстінен басып көрсетейін. Міне, егерде толық өңделген болса, осындай жасыл галочка белгісі пайда болады. Мына жерді басып қарайтын болсақ, мына жерді сіздің 6515 карта нөмерлі банк картасына ақшаңыз қайтарылғанын көрсетеді. Егерде сіздің возврат жасау туралы өтінішіңізді продавец қабылдамай жатса, онда Pinduoduoның операторларына хабарлассаңыздар болады. Ол жайлы алдыңғы сабақтарда түсіндірген болады. Тағы бір айта кететін жағдай, егерде товарыңызды қолыңызға алып қойсаңыз, алайда размері тура сіз сұраған размерді салмаса, сапасыз келсе, жыртылып келсе, онда сіз возврат жасай аласыз. Алайда товарды қайтадан Қытайға салмайсыздар, әрине. Тек қана сіз продавецке міне осындай товар алдым, жыртылған, сапасыз деп фотосын барлығын жібересіз. Дәлелдегеннен кейін продавец сізге ақшаңызды қайтарып береді, ал товарды жыртып тастауын сұрайды, және де сізден дәлелдеме фото, видеолар сұрайды. Менде бір клиент болған, солай сапасы өте нашар, көрсетілген сипаттамаға сәйкес емес товар келіп, ол товарды жыртып продавецке жіберген болатын. Егер ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.